Эрол Эвзнесим. Америкада Гарвард университетінде экономика саласы бойынша білім алған. Университетті аяқтамай жатып, жоғары айлық төлейтін жұмыстан ұсыныс алады. Флоридаға қоныс аударады. Фирмада бас директордың орынбасарына дейін қызмет сатысымен өрлейді. Сәттілік жолдас болып тасы өргөді молайды. Күндердің күнінде фирманың басқа жаққа көшкенін көреді. Заңсыз ақша жасайтын ортаға қатысты болып шығады. Америкадан да, ФБРдан да қашып үлгереді. Түркияға келген бетте сен өз есімің мен тегіңді өзгерттің. Сенің нағыз есіміңді атасам, бостандықта қанша жүре алам деп ойлайсың? Осыны ескер. Эрол Эвзнесим. Төбемнен жай түскенде күйдемін. Ал біз сені сондай зиялы адам десек. Мұныңыз қоқанлықы. Мен туралды дәл осылай егжей-тегжейлі білетін болсаңыз, басыңыз пәлеге тап болуы мүмкін. Сонда басыма бәле әкелетін сен бе? Қазаскер оғлы. Сенің бабаң мемлекетіміздің алғашқы соттарының бірі. Атаң жеке кәсіпкерлікпен айналысады. Ағаң атақты университеттің танымал адвокаты. Анаң неміс қызы. Қарындасың журналист болып жұмыс істейді. Мамандығы заңгер. Әкеңе құқықты оқимын деп сөз бергенсің. Мектепті бітірген соң құқық саласындағы біліміңді қып-қызыл ақшаға айналдырып, заңгерлік кітаптарды оқуды қоямын дегенсің. Оның үстіне әкең де құқықтың кикілжіңді тұстарының бәрін барынша көрсеткен. Өзің сатып алған адамдардың есімін атайын ба? Мен білетін, сен сатып алған адамдар тізімін біреу біліп қойса, әрі қарайғы тағдырың қалай болар екен? Саған бізден не керек? Айттым ғой, сендермен серіктесіп жұмыс істейміз. Қазір маған холдингтің айқын акциясын кім жасырын жымқырып жатқанын түсіндіріңдер. Қанекей. Аға, бұл ақшаны ала алмаймыз. Бірақ бас тарта алмаймыз ғой. Бұл бізді ресми түрде сатып алғаны болады, аға. Құдірет басқалар секілді емес, оны мен келісе аламын. Ол бізді балшыққа батыра қоймас. Тағы қалай балшыққа батыруға болады, аға? Оның қолына қарап қалғанымызда тайға таңба басқандай етіп көрсетіп отырған жоқ па? Қызым, әйтпесе үйіңді сатуға тура келеді. Айырмашылық көріп тұрғаным жоқ. Үйімді сатсам да, ақшасын алмайым. Кімге сатасың, қызым? Сатып алушын таптым. Чегін өзіне қайтарып бере салшы, өтінем. Бір аптадай чек өзінде бола тұрсын. Жағдайдың қалай боларын көре жатармыз. Акцияларды Сайман мен Көл дегерлер компаниясы жинайды. Тағы кім бар? Ондай компаниялар сирек кездеседі. Бірақ қастандық жасағаннан кейін акцияның құны төмендеп кетті. Сондықтан акцияларды қожалары анағұрлым арзан бағамен нарыққа шығара бастады. Ал Ахмет Сайманның компаниясы кімге жұмыс істейді? Кім қаласа соған жұмыс істейді. Бұл мәселеде ол тек ара ағайын ғана. Солай. Басшылықтарыңа бұл мәліметтерді неге айтпайсыңдар? Олардың қолынан келер қайран жоқ. Біріншіден, оларда ақша жоқ. Екіншіден, ақшалары болған күнде де Сайман оларға акцияларын сатпайды. Бұл істің көрер көзге көпірме боямас жоқ емес. Ол Сайман деген таңертең кімге пайда келетінін шешсе, түсте кімді іштен шалуды ойластырады. Ал кешкісін сол екі ортадан түскен қаржын алып, Парижге кешкі тамақ жеуге ұшып кетеді. Ұшағы кесте бойынша ма? Басеке, кешкі асты күтпей-ақ барып қайтпаймыз ба? Өздеріңмен ақшала барыңдар. Солай емес пе, Ролби?
мүмкін емес. Ол құнды қағаздарды сатпайды. Оның үстіне сіз ұсынған бағаға. Әркімнің өз бағасы бар ғой. Халоға байланысқа шықпайтын қыз үшін қан қысымы көтерілді. Енді күткеннен басқа амалымыз жоқ. Бұл іске қалай келігіп жүрсің, а? Қызығушылықтан ғой. Мен саған несие алу мәселесімен айналысып жатырмын. Әкеме айтып едім, көмектесем деді. Рахмет. Тек кепілдік үшін бірдеңе керек екен. Кепілдікке үйімді қоям бе деп ем, бірақ енді оны сатқалы жатырмын. Одан басқа мүлкің жоқ бе еді? Жер үлескерлерім бар, бірақ оларды сата алмаймын. Сатудың қажеті жоқ. Қиындықтарынан құтылғанша кепілдік ретінде қоя тұр. Бірақ ештеңеңді кепілге қоймасаң, саған несиен кім берсін, Аху? Мен саған көмектескім келеді. Ben yardımcı olmaya çalışıyorum sana. Білмеймін, Инжи, бірақ бәрі аяқ астынан басталып кетті ғой. Сен айтып тұрған жоқ. Бірақ осы ауыр күндерде өзімді жалғыз сезініп жүрмін. Kimsem yok. Осы сәттен бастап мен сіздердің несиеге қатысты мәселелер жөніндегі қаржыгерлеріңіз болам. Шетелдерден жалған фирманы тауып, осы өндіріске жөнелтілген қаржыны өз холдингтеріңізге қойыңыз. Бұл қаражаттың менен түскенін Селчук бей де, Аху ханым да білмеген абзал. Қарай көр. Осы жұмыстан сізге қандай табыс түседі? Мен осы фирма жұмысын тоқтатпауын қалаймын. Дәл қазір осы күнге дейін естігендеріңнің өзі жеткілікті. Сіз Чагырбейге жақын адамсыз ба? Аху ханыммен танысуды қалайсыз ғой? Иә. Бірақ бұл жағдай әңгіме өзегі болғанын қаламас едім. Ол жайлы әңгімеміздің басында білсек, айтқанымыздан қайтпай қол қаламас едік. Күмәніміз де болмас еді. Аху ханым жақсы адам. Мырзалар, біз әңгімені осы жерден тоқтатуымыз керек. Қажет болған кезде өзім байланысқа шығам. Сау болыңыздар. Айта беріңіз, Аху ханым. Сіз менің телефонымды қайдан білесіз? Мені телефон арқылы іздейтініңізді біліп едім. Сізді түсінбедім? Кездескенде де мені түсінбеп едіңіз. Шынымен де сізбен әңгімелесу қиынға түседі екен. Әңгімелесе алмаспыз. Сіз мені іздедіңіз ғой. Тыңдап отырмын. Сіздің ұсынысыңызға байланысты кездесе алмас па екенбіз, а? İzleyecektim. Жарайды. Бірақ бұл жолы сізді өз кеңсеме шақырам. Екеуміз бір жерде түстенеміз бе деп ойлап едім. Бәрін ойластырып қойған секілдісіз. Қашан, қай жерде кездесейік?
Аға, ол қызды қалай танимыз? Маңдайында жазылып тұрған жоқ па? Ол не дегеніңіз, аға? Балам, сен жеткіш арғысын өзіме қалдыр. Ben malımı tanırım. Мен келдім басеке. Шығамыз, көрміз. Жолдың арғы бетіне шығуымыз керек. Жақсы басеке. Мырза, аналары шықты. Соңдарынан бір ел қалмай, істі таза аяқтаңдар. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Тамақтанасыз ба? Отыра тұрыңыз, қазір бірден алып келем. Махмуттан хабар бар ма? Оның халы жаман емес. Олар түрмеден қашып шыға алады деп ойлайсыз ба? Көрерміз. Алдымен сені аттандырып алу керек. Тамақтана бер, мен қазір келем. Енді не істеймін? Жақсы. Шай ішесіз бе? Қазір қояйын. Отырыңыз. Мен не істеп қойдым? Сен емес, оны істеген Махмуд. Мен саған Махмудпен сөйлесетін мүмкіндік берем. Тыңдап тұрмын, Абдулхи. Бұл анық па, Абдулхи?
Менің қоңырауымды күтіңдер. Ата-анама барып қайтайық біріміз. Айтқаныңыз болсын, Басеке. Қане Невзат, қане жиенім. Ішке қалай кіремін, аға? Онда дәрігер жүр емес пе? Балам, дәрігердің көзіне түсіп қалдың ба? Абайла, ол шыға салысымен маған телефон шал. Сендер Махмудты құтқарасыңдар, бірақ содан кейін оны өлтіріп кетеді ғой. Алдымен бізге керегін айтсын. Ал шаруаға керегі бола ма жоқ па, ол жағын содан кейін шеше жатармыз. Мына жерім ауырып тұр, дәрігер. Қазір қояды. Сарбаз, есікті ашыңыз. Оның қалғалай, дәрігер? Жалпы жаман емес, бірақ жақсылап тынығу керек. Үстіне ешкім кірмесін деп айтыңыз. Әй, сарбазым, жағдайын көрейін. Әжетханаға барам десе шығарайын. Содан кейін қалғанша жата берсін. Бірақ дәрігер ешкімді кіргізбесін деген. Мен біреуім бе? Тыныш. Аш. Көзіңді аш. Алло, нағашы? Кірдің бе әйтеуір? Нағашы, Тұтқаны бер деймін. қазір берем, нағашы. Өліктей сұлап жатыр ғой. Өліктей сұлаған несі? Оныңды қалай түсінейік? Невзат, бірдеңе десеңші. Нағашы, ол өліп қапты. Ол жерден тезірек кет. Ол қылмысты мойныңа іліп жіберіп жүрмесін. Tertip, aç kapıyı. Сарбаз, аш есікті. Мен айтқандай етіп орындаңдар, Абдулхи. Жарайды, көріскенше. Тыңдап отырмын, аға. Қызды өздеріңізбен бірге ала кетіңіздер. Бірдеңе ойластырармыз. Көріскенше. Мырза, тікішақ дайын тұр. Сендер барып тамақтана беріңдер. Бірге отырып тамақтанайық. Жақсы, мырза, жүріңіз.
Асықпа, ханым, балаң әлі келген жоқ, тіпті келер келмесі де белгісіз. Бола берсін. Жалғыз өзінің үлесін несіне қалдырам? Өзіңнің түсің қашып тұр ғой, ханым. Таң атқаннан жүрегім әлденеге алаңдаулы. Жамандыққа көрінбесін. Маған қабағыңды кіржете бересің. Олың келсе болды жатырап сала бересің. Қолынан балапаным деп айналып толғанып жүргенің. Енді қайтейін. Оның жүзін көргенде бар қиындықтарымды ұмытып, көңілім жаз болатыны рас. Оның менсіз де қиындықтар бір басына жетерлік. Онда оны өзім тізгіндеп отырайын. Қайдағын айтпа, жас бала емес қой. Әкесі ау, ана жүрегі елжіреме отыра алмайды ғой. Ханым, әкелер қатыгез болу үшін еді. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Екі адамға тапсырыс берген едім. Дайын ба? Өтінем, дайын. Жоғар шығыңыз. Жарайт, рахмет. Оқас жоқ. Сіздің орныңыз 5-ші орындық. Қымбаттым, сен де осындасың ба? Қалайсың? Жақсы. Сәлем. Сәлем. Бізге қосылуға қалай қарайсың? Рахмет. Менің кездесуім бар. Әлі көрсерміз. Рахмет. Кешірім өтінем. Алло. Фигрет бей, қалыңыз қалай? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Рахмет. Менің адамдарым сізбен байланыс орнатты, Бекер бей. Біз олармен кездесеміз, Дауд бей. Бұл үшін уайымдамай-ақ қойыңыз. Осы кездесулерімізді сағынып қалған шығармыз. Жақын арада кездесейік. Азыңыз дәмді болсын. Сәлематсыз ба, Желал бей? Хош келдіңіз. Давуд Татарұлы мұнда келмей қанша болды? Оған себебі бар шығар. Сенің қызың осында ма? Көрдім аға, көрдім. Фуат Татарұлының өзі оған көз салып жүр. Маған жол ашып берсін, қалғанын өзім реттеймін. Ол қыз кім? Бұл мәселе жайында бауырымен сөйлескен. Қандайда бір мәселені шешкен кезде ауызбіршілігіміз болған жақсы. Желал бей, адамдардың кел салғандары жақсы. Рұқсат болса. Аға, сізге Ахмет Сайман телефон соқты. Сізбен сөйлескісі келеді. Келсін, онымен сөйлесейік. Бүгін бірге тамақтан аламыз ба, жоқ па? Аға, оның маңызды мәселесі бар көрінеді.
мырза, сіздің балаларыңыз да осында екен. Gördüm. Көрдім, көңіл көтерсін, оларға назар аудармай-ақ қояйық. Астарыңыз тәтті болсын. Деніңіздің саулығы үшін. Болот, қандайда бір жаңалық бар ма? Жоқ, әзірге жоқ. Фильмді дыбыстаған Прим